Ақтөбеде таза Қазақстан республикалық акциясы аясында қала тұрғындары, депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері белсенділік танытып, қала орталығындағы 100-ден астам түп ағаш екті. Шараға 400-ден астам адам қатысты, 1,5 метрлік көшеттер мен суару жүйесімен қамтылатын болады. Жалпы бұл акция аясында Ақтөбеде биыл 350 мыңнан астам ағаш егілген, сенбіліктерде 98 мыңнан астам аула, 289 саябақ пен сквер жиналды. 71 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды. Жалпы экологиялық мәселені мән-жайды бей-жай қарамай, өзіміздің азаматтық парызымыз ретінде қаланың тазалығына бірден-бір азаматтық үлесімізді қосайық деп, халыққа үлгі болсын деп, бір жағынан бір идеологиялық жұмыс. Барлық осы қала тұрғындарын қазіргі уақытта ағаш егумен, безендірумен, осы экологиялық үлкен акцияға өз үлестерін қосуға шақырамын. Данная акция подрастающей молодежи дает. Бұл акция өскелең ұрпаққа табиғатты аялауға, қаламызды, облысымызды жасыл желегі көп, жасыл аумаққа айналдыруға үн қосуға шақырады. Бұл жерде егілген көшеттерге өзіндік суару жүйесі бар. Бұрын парк пен скверлерде суаруда қиындықтар болған. Бұл жерде барлық ойластырылған.